ұйымдастыру бойынша топқа бөлінеміз. Мына жерге келіп, қағазмен топқа бөліне қоямыз. Бірінші топ келе қоямыз. Екінші топ. Топтың атын Асатаяқ үстірт зауытлар деген музыкалық аспаптар арқылы себебі бұл үш аспаптың түрі олар келе жатырған қазақтың ұлттық құндылығына жатады. Бұл топтың атын бұлай атауымыз себебі біздің өзіміздің мамандығымызға сәйкес алдық. Жақсы, ары қарай тапсырмасы бойынша өткен тақырыпқа толу мақсатында жеке ком платформасы арқылы өткен сабаққа шолу жасаймыз. Ұялы телефондарыңызды алып, нақты ұлтпен сынақ орындаймыз. Ойын бастаймыз. 2 минут уақыт беріледі. Белгілей береміз. Өткен тақырып бойынша сіз сұрақтарына жауап береміз, қараймыз. Мына жерде Дәулет сол сұраққа жауап берген. Бағалау парағы бар. Соған тапсырмасы бойынша, өткен сабақ бойынша балды қойып отырамыз. Мына жерде Айгерім жоғарыға қоямыз. Пәкістан елдері жатады. Транзиттік елдерге Қытай, Қазақстан, Еуропа елдері. Қытай Азия құрлығында орналасқан ірі социалистік мемлекет. Қытай халық саны бойынша әлемдегі екінші мемлекет.